Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Мери. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында өте дәмді, сүйкімді, жұмсақ болып пісетін күлше нанның рецептін ұсынамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда жаңадан шыққан рецепттерді көріп отыру үшін жандағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлық керек ингредиенттерді видеоның астына описаниеге жазып қоямын. Алдымен ыдысқа жылы сүт құямыз, оның үстіне жылы су құямыз, және тұз саламыз, шекер саламыз, құрғақ ашытқыны саламыз, және кішкене араластырып, оның үстінен ерітілген сары майды құямыз. Барлығын араластырамыз, және оның үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнның мөлшерін описаниеге жазып қоямын, бірақ ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан ұнды қажетінше қолданамыз. Қамырымыз жұмсақ болып иленуі қажет. Міне қолымызбен осылай барлығын біріктіріп илеп аламыз. Қамырымыз осылай жұмсарып иленуі қажет. Бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне ашыған қамырымызды аламыз, осылай көтеріліп шығады. Қамыр жаятын жерге ыдыстан қамырды босатып аламыз. Қамырымызды осылай видеодағыдай етіп, дұрыстап алып, таразымызды дайындаймыз. Барлығыңызға осындай таразы алып алуға кеңес етемін, бұл қымбат тұрмайды. Қамырымызды 100 граммнан дайындаймыз. Міне 100 грамм болған қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен осылай дөңгелетіп аламыз. Міне осылай дөңгелек болып шығады. Барлық қамырды 100 граммнан бөліп аламыз. Міне жай көрсетемін сіздерге. Қолдарыңызға қамырды салып, қамыр жаятын жерге дөңгелек жасаймыз. Міне қамырымыз осылай болып шығады. Барлық қамырды дөңгелетіп осылай дайындап аламыз. Табаға пергамент қағазын төсеп салып, оның үстінен 15 минутқа пленка жауып қойып қоямыз. 15 минуттан кейін міне осылай көтеріліп шығады. Көтеріліп шыққан қамырды қолымызға жабыспас үшін кішкене қолымызды сұйық маймен майлаймыз. Орталарын осылай басып шығамыз. Бұл күлше нандар өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Орталарын қаттырақ басқанымыз дұрыс, өйткені піскен кезде көтеріліп кетпес үшін. Және де вилкамен тесіктер жасаймыз. Барлық нанға осылай вилкамен жасап шығып, үстіне жұмыртқаның сарыуызымен кішкене сүт араластырып, жағып шығамыз. Барлық нанға осылай жағып аламыз. Бұл біздің нанымыздың сарғыш әдемі болып шығуына көмегін береді. Әсемдік ретіне бетіне күнжіт немесе мак сеуіп қоюға болады. Мен қара күнжітті қолдандым. 190-200 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің күлше нандарымыз дайын, өте дәмді болып шығады, жұмсақ болады. Балаларыңызға осылай сүйкімді кішкене етіп жасап берсеңіздер, қуанып қалатынына сенімдімін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңыздың астарыңыз дәмді болсын. Хош сау болыңыздар.